Біз қазір Қожа Ахмет Яссауи университетінің сенат залындамыз. Есіктің арғы жағында Қазақстанның заң шығарушы органдары мен халықаралық дінаралық диалогтың өкілдері бас қосты. Дөңгелек үстелдің тақырыбы жасанды интеллект дәуірінде медиа және бейбітшілік журналистикасы. Әсіресе ақпараттық соғыстар мен фейк-ньюстер кезінде медианың этикасы қандай болу керек? Жауапты қазір бірге іздейміз. Қазақстан Республикасының парламенті сенаты мен мұсылман ақсақалдар кеңесінің ұйымдастыруымен өткен жиынның басты өзегі жасанды интеллекттің ақпараттық қауіпсіздікке әсері болды. Сарапшылардың пікірінше, жасанды интеллекттің дамуымен бірге жалған ақпараттың таралуы да тікелей қауіп төндіреді. Ақпараттық кеңістіктің осы сын қатерлеріне қатысты медиа сарапшы Жәнібек Нұрыш өз ойын былайша білдірді. Ең бастысы аудиторияға немесе қандай да бір азшылық топтарға зиян тигізбейтін контент өндіру қажет. Яғни бейбітшілік журналистикасының бір негізі ол зиян тигізбеу. Сондықтан да осы гемботты таныстыру арқылы біз журналистерге, медиа өнім жасаушыларға осындай бір олардың мәтінінде бейбітшілік журналистикасының жаңағыдегі сұранысына қайшы келмейтін ақпараттың болуын қаладық. Дөңгелек үстел барысында айтылған әрбір пікір болашақ журналистер үшін жаңа ойларға жетеледі. Тақырыптың өзектілігі, бейбітшілік журналистикасы мен жасанды интеллекттің этикасы студенттерді бейжай қалдырған жоқ. Бүгінгі конференцияда айтылған әрбір ақпарат біз үшін, яғни біз секілді жас толқынға маңызды. Мысалы, Жанна ханымның айтып өткен кейіпкерінің өзі де бізге өте қызықты болды. Себебі қазіргі таңда әлеуметтік желілерде көптеген жасанды интеллекттің негізінде құралған роботтар бар, және де басқа сондай біз адам ретінде санайтын кейіпкерлер бар. Соңғы 3 жылда жасанды интеллект қолданушылары әлемде шамамен 2 есеге өсті. 2022 жылы 500 миллион болса, биыл оның саны 900 миллионға жақындады. Қазақстанда да өсім жоғары, жастардың 76% жасанды интеллектті белсенді қолданады. Дөңгелек үстел қорытындысы бір нәрсені анық көрсетті. Жасанды интеллект бұл құрал, бірақ бұл құралды кім басқарады? Этикалық жауапкершілігі жоғары бейбітшілік миссиясын арқалаған журналист пе, әлде бақылаусыз алгоритм бе? Сарапшылардың айтуынша, болашақ медиасының негізгі функциясы тек ақпарат беру емес, ақиқатты қорғау болып қала бермек. Сіздермен бірге болған Дінмұхамед Құдайберген, арнайы Түркістан арнасы үшін.